Адамның сұмдық 10 туа біткен ақаулар. Нөмір 10. Сиам егіздері. Біз Сиам егіздері туралы әңгімелермен таныспыз. Аты бірінші егіз ағайындар туылған елден алынған. Бұл сирек кездесетін ауру. Егіз туылып, дененің бір немесе бірнеше бөліктері қос болады. Өте сирек жағдайларда екі баланың басы қос келген болады. Кейде Сиам егіздерін ажыратуға келеді. Бұл олардың толық өмір сүруіне мүмкіндік береді, бірақ көбінесе бұл мүмкіндік туындамайды. Нөмір 9. Амбра синдромы. Амбра синдромы бұл бала беті мен денесіндегі аса көп шаш не қыл өсетін ақау. Бағытына орай бұл өте сирек кездесетін ақау болып табылады. Ақау баланың жағдайын өте нашарлатады, өйткені оны құрдастары қабылдамайды. Нөмір 8. Қос аяқ. Кейбір жағдайларда қол және аяқ басы саусақтары қос болуы мүмкін, бірақ соңғы жолы Перуде аяқтары толығымен біріккен қыз туылды. Ол су перісіне өте ұқсас болды. Бұл туа біткен ақау 70 000 нәресте арасында бір рет кездеседі. Нөмір 7. Циклопия, немесе бір көзділік. Аты аңыздағы циклоп атты кейіпкерден алынған. Циклопиямен туылған балалар басының дәл ортасында бір көзі ғана бар. Бұл ақау жүкті әйелдер қабылдаған онкологиялық ауруларды емдеуге арналған кейбір дәрілер себеп болуы мүмкін. Нөмір 6. Паразиттік краниопактар. Бұл егізінің паразиттік қосымша басы бар туылған бала. Тарихта осыған ұқсас тек 10 жағдай сипатталған. Оның ішінде тек 3-і тірі қалған. Бір таңғаларлық жағдайда екінші басы жымыңдап күле алатын, жыпылықтай әрі жылай алатын бала туылды. Нөмір 5. Ұрықтағы ұрық. Ұрықтағы ұрық бала туылғанда оның ішінде егіз болатын жағдай. Бала екі қабат көрінеді. Екі егіз бала әдетте бір аналық жасушадан қалыптасады, бірақ жүктілік кезінде біреуі екіншісін жұтып алады. Сол кезден бастап екіншісі паразит сияқты біріншінің ішінде өмір сүре бастайды. Хирургтар дамыған егіздің ішінен жетілмеген егізді ешқандай салдарсыз алып тастай алады. Нөмір 4. Осификациялайтын фибродисплазия. Бұл ақаумен туылған балаларда жараның немесе жараның аймағында сүйек өседі. Әдетте, қалыпты жағдайда жараның немесе жарақат алған жердің орнында тері қайта өседі, немесе тыртық қалыптасады. Ал осы ақау бар балаларда жара орнында сүйек өсе бастайды. Бұл артық сүйек баланы қатты қалжыратады. Кейін бұл сүйек буынмен бітісуі мүмкін. Хирургтар сүйекті алып тастау мүмкін емес, себебі бұл операциядан кейінгі жарақаттың салдарынан өсетін сүйек одан ары ұлғаяды. Нөмір 3. Прогерия. Прогерия 8 миллионда бір жағдайда кездеседі. Бұл баланың өз жасына сай емес кәрі көрінетін патологиясы. Прогерия бар балалар қасқа бастанып, оларда әжім пайда болады. Олар қартайған адамдардың бет келбетіне ие болады. Бұл ақаудың салдарынан туындайтын артерияның ауыр зақымдануы себебінен көбі жасөспірім шағына жетпей өмірден озады. Нөмір 2. Қалдықты құйрық. Қалдықты құйрық ол баланың бұлшық еті, жүйке, тері және қан тамырлары бар жартылай функционалдық құйрық. Бұл нәрестелерде бар гендердің мутациясынан туындайды. Бұл гендердің негізгі мақсаты қалдықты бөліктердегі жасуша өліміне әкелу. Нөмір 1. Аненцефалия. Аненцефалия бас ми мен жұлынның болмауы. Бұл ақау емделмейді. Ал аненцефалиядан зардап шеккен сәбилердің көбі босану кезінде өледі. Ұлттық неврологиялық аурулар және инсульт институтының деректеріне сүйенсек, аненцефалиямен туылған бала әдетте соқыр және саңырау болады. Ол ессіз жағдайда туылады және ауырсынуды сезбейді. Аненцефалияға шалдыққан кейбір сәбилер ми бағанымен туылуы мүмкін, бірақ толық мидың болмауы сананың қайта орнына келтіру мүмкіндігін толығымен жояды. Тыныс алу, дыбысқа және тиюге қимылдар сияқты рефлекстік қозғалыстар сақталады. Алыптық. Экранда бонустық ақау көрсетілген. Биіктігі 152 см болатын анадан туылған бала. Бала салмағы 400 тоннаны құрады. Бұл суретте отбасы мүшелері баланы зерттеу үшін ауруханаға жіберуге дайындалып жатқанын көріп тұрсыз. Бұл бейнесурет бонус, өйткені ол фейк. Достар, егер сізге бейне ұнап қалса, оған лайк қойып арнаға жазылыңыз. Келесі кездескенше.